Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Біз бүгін балуан шолақтың баянсыз махаббаты туралы айтатын боламыз. Қазақтың әншілік өнерінде де, қара күштің иесі ретіндегі балуандық өнерінде де аты аңызға айналған адамның бірі балуан шолақ. Балуан шолақтың әншілік, сазгерлік қыры жайлы айтқанда аузымызға алдымен Ғалия әні оралатыны неліктен? Өйткені Ғалия балуан шолақтың тағдырының бір бөлшегіне махаббатының музасына айналған ару. Әке-шешесі қайтыс болғаннан кейін ол Ғанеке деген қызға үйленген. Бірақ балуанның жүрегі басқа қызға тұсаулы болды. Қырықтың қырқасына шыққан шағында Атбасар базарында ойын сауық құрып жүрген кезінде осындағы қымызхананы ұстайтын 22 жасар жайнаңдаған Ғалиямен танысып, оған ессіз ғашық болады. Ғалия өңі сұрлау, ат шақты, ұзын бойлы, бетінде шешектен қалған аздаған дағы бар қыз екен. Әйткенмен сөзге шешен өткір мінезді арудың тағдыры тас жолдай тегіс емес еді. Жастайынан атастырылған. Біржан атты жігітке ұзатылғанымен жүрегі қаламаған жанмен ұзақ отаса алмай, қайтып келген ол базарда қымыз сатумен айналысады. Балуанның Ғалияны жолықтырған кезі осы кез. Бір-бірін ұнатып, сөз байласқанымен олардың жолын бөгеген үлкен кедергі бар. Ол Біржанның Ғалияға төлеген қалың малы, қарызды өтеп, қалыңдықты қайтарып алуға балуанның қауқары жоқ. Батыр болғанымен дүниеге кедей. Тығырыққа тірелген батыр ағайыннан көмегіне жүгініп, қалың малды жиып беремін деп үміттенген. Алайда оны Көкшетауда қисынсыз оқыс оқиға күтіп тұрған еді. Біржанға жоғалған 80 өгіздің жаласы жабылады. Бұл балуанның әділетсіздікке төзбейтін батырлығына қарсы қасақана құрылған құрық болатын. Бұл кездері балуан шолақтың орыс переселендерімен атысып шабысып жүрген шағы еді. Шұрайлы жерлерді меншіктеп, жергілікті қазақтардың жайылымын тартып ала бастаған кірмелерге қарсы халықтың кикілжіңі бой көрсетіп қалып жүрді. Балуан шолақ сондай кездерде жапа шеккендердің намысын қорғаймын деп небір көзсіз батырлықтарға баратын. Оның анталаған сан дұшпан қамаса да, сырдың суы келмейді жұлығымнан деп жырлайтыны да осы кез болса керек. Алайда аңдысқан дұшпан аңысын тауып, тұзаққа түсірудің тәсілін ойлап бақты. Мен өзім аққан судай тасып жүрмін, кеудесін дұшпандардың басып жүрмін. Жаласы 80 өгіз маған ауып, ұлықтан сол себепті қашып жүрмін дейтіні содан еді. Дала серісін оңайлықпен қолға түсіре алмасын білген жандар генерал-губернатордың жарлығымен оның әке-шешесін кепілдікке ұстап, түрмеге жабады. Сонда ғана балуан лаж жоқ өзі барып, қолға түседі, әке-шешемді босат, олардың жазығы жоқ деп талап қояды. Әйткенмен түрменің төрелері сөзінде тұрмайды. Қаны қайнаған бұла күш иесіне олардың қамауынан құтылу қиынға соқпады. Бойыма күш біткенге еттім шүкір. Қажысам абақтыға, бетке түкір. Темірін екі итеріп тартқанымда, кірпіші жерге түсті күтір-күтір деп айтқанындай, ызалы жолбарыстың кейпіндегі ол түрменің терезесіндегі темір құрсауларды майыстырып жұлып алып, қашып шығады. Содан генерал-губернатордың зәулім сарайының маңайын аңдиды. Қапысын тауып, бақ ішінде серуендеп жүрген ұлықтың 16 жасар қызы Маринаны үнін шығармай қолтығына қысып алып, ұрлап әкетеді. Ол сол бойда билеушінің бұла қызын Көкшетаудың жалғыз соқпақты биігіне апарып, бекініп жатып алады. Сүрлеудің ұясына үлкен-үлкен тастарды үйіп қояды. Егер төменнен жоғары көтерілем деген орыс солдаты болса, сол тастардың тасқынына ұшырауы бек мүмкін еді. Қорыққан олар бекініске бара алмайды. Тек қана оған шығатын астыртын жолдармен достары азық-түлік жеткізіп тұрады. Деректерге қарағанда балуан мен қыз сол биікті 40 күндей мекен еткен. Маринада мына мығым мүсінді, жаратылысы ерекше жанға бауыр басып қалған тәрізді. Сағынышпен мұңға беріліп, өзімен өзі әдемі бір әуенге салатын балуанның әлемін түсіне алмаса да, оның жанының нәзік, адал адам екенін ішкі түйсігімен сезе бастаған. Ол әкесі мен ағасы Алексейдің бұл адамға деген
өшпенділігінің сырын түсінбей дал болады. Ақыры генерал-губернатор қызының амандығы үшін балуанмен келісімге келеді. Оның әке-шешесін түрмеден шығарып, оларды ата-баба жұрты Шу өңіріне аман есен шығарып салуды мойнына алады. Қайсар сері сөйтіп әке-шешесін құтқарған соң Маринаны алып төменге түседі. Дұшпаны бұл ретте де уәдеде тұрмайды. Оны ұстап, тағы да абақтыға жабады. Сері басы Сергелденге түскен осынау шақтарында да балуан Шолақ Ғалияны бір сәт есінен шығарған емес. Әуелете ән салғанда дауысы алты қырдан естілетін оның мүмкін үнім Ғалияның құлағына жетер, іздеп келер деген үмітпен түрме ұлықтарымен келісіп, қора ішіндегі аласа үйдің төбесіне шығып, домбырамен шырқата ән салғанын кейбір жазбалардан оқығанымыз бар. Бірақ Ғалиядан тырс еткен хабар болмайды. Өйткені билер сотына жүгіну арқылы Біржаннан басын босатып алған Ғалия бұл кезде балуан Шолақтың дерегін біле басы дал күйге түскен еді. Екі ашықтың арасын алшақтатуды ойлаған Біржан жақтың адамдары балуан өз әйелінен бөлек тағы бір әйел алған деген әңгімені де әбден гулеткен. Әлде оған үңгірде кепілдікте ұстаған Маринаны теледі ме екен? Бұл желсөз аздай, балуанды итжеккенге айдапты деген қауесетте ел ішін кезіп кеткенді. Осындай әңгімелердің әсері Ғалияны да тығырыққа тіреді. Балуанның шын дерегін біле алмай жүргенде әкесі оны Есенжолдың Қанапиясы дегенге күйеуге береді. Бірақ Қанапияның әйелі бар екен. Тоқалдыққа қорланған әрі сүймеген жанмен тұруға көңілі дес бермеген Ғалия көп ұзамай Қараөткелге қайтып келеді. Ал осы аралықта түрме күзетшісі балуанға Ғалияның әлдекімге тоқалдыққа барып, жылап жүргенін жеткізген болатын. Бұл хабар балуан Шолақтың жүрегін шоқтай қарып, қатты күйзеледі. Күндердің бірінде оған Маринаның көмегі тиеді. Оңаша 40 күн бір үңгірде күн кешкен кездері өзіне қылдай қиянат жасамаған балуанның адалдығына, оның әйел баласына деген ерекше көзқарасына тәнті болған еді. Шындығында Сері Шолақ орыстың бәріне жау еместі. Олардың арасында оның достары да бар болатын. Шала шарпы болса да орыс тілінде түсінісе алатын. Марина балуанды өлтіру үшін ағасының Серіні түрмеден алдырып, сейіл серуенге шақырғанын біліп қалады. Алексейдің пасық амалы сол қашуға әрекет жасады деп балуанды атып өлтіру. Соны сезген Марина қалайда бұл әрекетке тосқауыл қоюды ойластырады. Сейілге бірге шыққан болып жиналған 20 шақты солдаттың бәріне өз қолымен самогонды аямай құйып ішкізеді. Әрине балуанға да береді. Алексейден бастап бәрінің буыны босап, мас бола бастайды. Алып денелі балуан мыңқ етер емес. Маринаның күткен сәті осы еді. Ол Серіні алдын ала дайындап қойған жалпақ табан, белі бекем атқа ертіп әкеліп, осымен қоштасамыз, дала гладиаторы, әттең, әкем мен ағамның бітіспес жауы болдың. Өз басым сендей адамның ыстық бауырында 40 күн емес, өмір бойы маужырап жата беруге құмбыл едім деп мойнына асылып, бетінен сүйіп алады. Екеуі қимай қоштасады. Балуан сол бойы ата-баба жұрты Шу өңіріне өтіп, қайтыс болған әкесін жерлеп, басына белгі тас қойып, елді аралап шалықтайды. Сол жолы ол қозы бағып жүрген бала Кененге кездесіп қалып, батасын береді. Араға жыл салып, көкшеге қайта оралады. Генерал-губернатордың ол сыртта бой тасалап жүргенде, оның бала шағасына тиісуге батылы бармады. Өйткені бостандықта жүрген батыр кез келген уақытта кек алуы мүмкін деп бой тартады. Оның үстіне көкше өңіріндегі қалың қазақ, балуан, егер сіз бастасаңыз, біз сойылыңызды соғуға сенімді серік боламыз дескен еді. Сонда ол, жоқ, мен халқымның қылмыскер атануына қарсымын. Аман болсам, өз намысымды қолдан бермеспін деп көпшілікті тоқтатқан. Ал осы бір қиын қыстау кездің өзінде балуанның есіл дерті Ғалияда болды. Тыным таптырмаған сезімін тежей алмай атбасарға жетеді. Сөйтсе сүйгеніне бір саудагер жігіт құда түсіп жатыр екен. Ғашықтар әрине жасырын жолығысады. Балуан
сегіз қырлы, бір сырлы еркексіз, бірақ әйеліңіз, бала шағаңыз бар, және деп күмілжиді Ғалия. Бәрі түсінікті. Бұл теңдік үшін тартысқан Шолақтың орыс қызын 40 күн бойы көкшенің биігінде кепілге ұстауы ел арасында өсек болып өліп кеткен шағы еді. Ғашығының меңзегені сол болатын. Ол Ғалияға бақыт тілеп, қимай қоштасқан. Оған өктемдік жасауға таза ниеті, кіршіксіз сезімі жібермеген сері, өз сезімінің сергелдеңімен жүрегін жалындатқан отқа оранумен ғұмыр кешті.